Қыз бала дүниеге келгенде жылай алмады, бірақ ақылы ерекше еді. Небәрі бір айлығында өз атын жаза бастады. Алайда анасы мұны қабілет деп емес, ашумен қабылдап жазғанын өшіріп тастады. Әкесі де одан суық болды, ол әрқашан ұл бала қалаған. Қызы туғанын естіген сәтте-ақ ашуланып ауруханадан шығып кетті. Үйге қайтатын кезде де баланы қолына алған жоқ, үнемі қыз баланы мысыл деп қайталай беретін. Ол қызын қажетсіз заттай көліктің жүк салғышына салып, оның қауіпсіздігін ойламай бейберекет жүргізді. Үйге келген соң бүкіл отбасы ішке кіріп кетті де баланы көлікте жалғыз қалдырды. Бірақ ол қорықпады. 2 жасында-ақ өзі үй жинай бастады, өздігінен киінуді үйренді. 4 жасында жалғыз болуға үйреніп кетті. Әкесі әдемі әйел іздеп кететін, анасы сәнденіп бай еркек іздеуге шығатын. Ағасы мектепке баратын, ал кішкентай Эми үйде мүлде жалғыз қалатын. Қарны ашса, өзі тамақ дайындайтын. 2 жұмыртқаны жарып, тортқа арналған қоспа-қосып вафли пісіретін. Өзі дайындаған тамақты жеп, сүйікті журналдарын оқу оған үлкен қуаныш сыйлайтын. Көп ұзамай үйдегі барлық журналды оқып бітірді. Оқуға деген махаббаты соншалық әкесінен кітап алып беруді сұрады. Бірақ оғаш әкесі теледидар бәрін үйретеді деп сенетін. Ол кітаптарды пайдасы деп санайтын. Эми берілмеді. Бұл отбасында өзі ешкім қолдамайтын түсінді. Алға өзі ғана жүру керек еді. Келесі күні бәрі жұмысқа кеткенде ол телефон анықтамаларының ішінен кітапхананың мекен-жайын тапты. Кітапхана 10 шақырым жерде болса да, бұл оны тоқтатпады. Ол сонда барып кітапханашымен сыпайы сөйлесті де балалар бөліміне өтті. Тазалаушы осындай кішкентай қызды жалғыз көріп қатты таң қалды. Бірақ Эмиге ешкім керек емес еді. Ол кітаптардың арасында болуды жақсы көретін. Сол күннен бастап ол кітапханаға күн сайын барып тұрды. Алдымен барлық балаларға арналған кітаптарды, кейін ересектерге арналған кітаптарды оқи бастады. Кітапханашы оның еңбекқорлығына қатты тәнті болып, Эмиге жеке оқырман билетін берді. Енді ол кітаптарды үйіне алып кетіп, уақытын үнемдей алатын болды. Жылдар өтті. Эми 7 жасқа толды. Ол кітаптардан өте көп нәрсе үйренді. Мектеп жасына жеткенде әкесін өзін мектепке беруді өтінді. Бірақ әкесі оны әлі 4 жаста деп ойлады. Әйелінен сұрағанда анасы 5 жаста деді. Шын мәнінде Эми 7 жаста еді, бірақ ата-анасына бәрібір болатын. Мектепке беруге болатын білгенде әкесі сәл мазасызданды, өйткені үйге көп жеткізілім келетін. Оларды қабылдайтын біреу керек еді. Сондықтан ол Эмиді мектепке жібермеді, ал оның арманы күйреді. Эми бөлмесіне барып кітаптардың алдында жылап отырды. Bir күні әкесі үйіне өте көңілді келді. Ол көп ескі көліктер сатты. Ұлынан ақшаны қайта санауды сұрады. Бірақ бала соманы айтқан сәтте Эми бірден дұрыс нәтижені айтып берді. Әкесі оған сенбей алдады деп айыптады. Эми түбіртек оның қолында екенін айтқанда, әкесі соны ұрып жіберді. Сол күні Эми өмірдегі терең әлсіздікті сезініп, бір күні міндетті түрде кек қайтаратынына уәде берді. Ал бұл киноның аты, құрметті достар, менің төменде историямды көріп тіркеліп алыңыздар. Киноның барлығы атымен, бұл киноның аты Матильда.